Армысыздар. Менің арныма тіркеліп, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Әңгіме аманат. Ауыл сыртында автобус тосып, жападан жалғыз ербиіп тұр едім, бір кез тық-тық дыбыс шықты. Таңғы алуегім арасында осылай қарай келатқан адам көрінді. Жұлдыздар әлі шақшиып тұр. Таң атып келеді-ау деп именетін емес. Тау жақтан бойды қарыған леп бар. Ұйқы қимай тұрған адам лезі шірікқандай шымыр салқын. Жаңа келе жатып, бір арыққа сүрініп кетіп, жығылып қала жаздап едім, мынау қайтер екен деп тұрмын. Таяқ әлгінің алдын орғытып, жерді тінкілеп келіп, арыққа тік төмен шаншылғандай болды. Адам қалт тұра қалды. Оң аяғын аспандата көтеріп барып, атыстан абайлап өтіп алды. Сонда білдім, Мүсілімхан екен. Арыққа мені сүрініп, Мүсілімхан аман-сау өткені таң қалып тұрмын. Қайран Мүсілімхан, екеуміз кездеспегелі қай заман. Мені таныр ма екен, танымас па екен? Демімді ішімнен алып тына қалғам. Арықтан өтіп алған соң жерді тінкілеп біраз тұрды да тура маған қарай қаздаңдады. Қараңғыда қалай жол тауып келеді деп ойладым. Бірақ оған күн түн дегеннің айырмашылығы жоқ екені есіме түсті. Кімде болсаң бір сәлем. Барыңқыраған баяу дағы сөз келмепті. Тілің жоқ па, неге үндемей тұрсың ей? Арам, Молдабектен саумысың? Оның кірпік қақпайтын көздері аспандай қарап, ауыз аңқайып жақындап кеп қалды. Ес тартқандай делдеген танауы жыбырлайды. Таяғын салмақтап оңтайланып келеді. Баяғы бала күніміздегі осы Мүсілімхан келатқанда үндемей алдап тұрып, құйрығымнан түртіп қалып тұра қашушы едік. Әрам деуші еді. Мүсілімхан таяғын шырыр айнала жасқап, бұл дөрекі ойынға әсіресе Молдабек деген құрдасымыз құмар болатын. Аяғында керізі етік, үстінде қара пальто, басында жөндем құлақшын. Көктем шығып келе жатса да, қысқы лайым киіп, мен тағы біраз жасыранбақ ойнамақ боп тұрып, Мүсілімханның әкесі қайтыс болған екені есіме түсті де, ойымды тез доғардым. Амансың ба, Мүсілімхан? Беті маған көз аспан қарап тұрып, ой Барысхан бауырым деп мені іздеп, қолын алдына созды. Амандасып тұрып, арқамды қақты. Ой, Барысхан бауырым деді, тағы езу жиылмай. Әкенің қазасы қайырлы болсын. Ол езуін тез жиып алды. Әкесінің қайтқанын жаны естігенде аңырып меңіреу халде біраз тұрды. Терең қазып тепкілеп көмдік Жәкемді, деді кенет сампылдап. Жәкем енді апатайым екеу қосылып ана жайда Құдайдың қойын бағып жүр. Апатайымды соңғы кездері қайта айта беруші еді. Түсіме көп кіретін болып жүр деуші еді. Жәкем жарықтық. Сөйтсем соған аттанайын деп жүр екен ғой. Автобус аялдамасына ақ жаулық салған әйелдер, түлкі тымақ киген шалдар жақындай бастады. Бағанағы арыққа бір-бір сүрініп, Құдай-ау, осы колхоздың жолай деп келе жатқандарға сәлем бердік. Мүсілімхансың ба, айналайын, Жәкеңнің жасамаған жасын саған берсін. Мынау қай бала? Барысхансың ба, айналайын, қашан кеп қалдың? Жаман шешеңді бір көріп кетейін дегенсің ғой. Жаман шешең көзайым боп қалған екен ғой. Енді қайтып бара жатыр екенсің ғой. Әйтеуір қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Аман ердің аты шығар. Қайда жүрсеңдер де жолдастарың қыдыр болсын. Кішкентай сары автобус келді. Жабылып мініп алдық. Тау бөктерлеп шыққан жолмен әні міне дегенше Борандыға да кеп қалдық. Жолаушылар қаптарын, қоржындарын көтеріп базарға сықты. Бізді ұмытып кеткендей қоштасқан жоқ. Әлде өзіміздің ауылдың балалары ғой, қайтып оралады ғой дедім екен. Мүсілімхан екеуміз Күншуаққа жүретін автобусқа ауысып міндік. Күншуаққа не жолымыз бір. Одан әрі Мүсілімхан Шуылдаққа, мен Алматыға тартамын. Мына автобус әлгі ауылдан мініп келгендіктен үлкен, орындықтары шалқайма жұмсақ. Мүсілімхан екеуміз қатар отырдық. Таяғын ірге жаққа тығып, жау алып кететіндей бөксесімен басып отырды. Кәдімгі қызыл күрең алша таяқ, несіне сонша алтын күміс орнатқан балдақтай ардақтатады, онысын ерсі көріп қалдым. Автобус Борандының көшелерімен бұралаңдап біршама жүрді де Ташкент Алматы асфальтына шықты. Енді жүрісі ширап солтүстік шығысқа бет түзеп, айт жануар шу деді. Әніміне дегенше ашып көзді жұмғанша Серісқақан өзенінің көпірін дүбірлетіп өте шықты. Қаратау бөктерін қиялдай тартты. Алатау қапталдасып оң қол жақтан жарысып барады. Біздің Айнабұлақ көріне ме деді Мүсілімхан. Сөйтіп автобустың терезесін жеңіме сүртіп қойды. Кім үшін сүрткенін түсінбедім. Көрінеді. Ақсайдың аузынан шығып жатқан екі аяқ жол сияқты екі көше көрінді. Алыста қалған жарықтық. Алыста қалды, үйлер көрінбейді. Тек талдардағы тарда қараяды. Үйдегілердің көрінбегені қапақ қылатындай тұнжырай түсті. Екі ұлт орта салбырап, кірпік қақпайтын көздері қимылсыз. Оң қолмен алша таяқты сипап қойып, беті маған, көзі айдалаға адасып тағы да. Алатауды бұлт бүркеп тұрған жоқ па деді. Бұлт жоқ, күн шыжып келе жатыр. Алатаудың басы жарқырап барады. Мүсілімханның екі езуі қайтадан екі құлағына жетті.
Маған Ұлтай айтып еді, бұдан биік тау жоқ деп, жарықтық жатыр десеңші жарқырап. Ұлтайың кім? Мүсімханның жүзін бұлт басқандай лезде тұнжырап тартты. Екі қайтадан салбырап кетті. Ұлтай менің әйелім еді ғой деді. Еді қойың қалай, қазір қайда? Әлдекімді ұрып жібергісі келгенде алша таяқты құшырлана қысып қойды. Ауылға айында жылында бірақ келесің, оның өзінде өз үйіңе ғана бір түнеп қайтадан қақайып отырасың. Әрине, онан соң ауылдың жаңалығы біле бермейсің. Мен Шуылдақта жұмыс істеп жүргенде үйлендім. Не жұмыс дейсің бе? Біздің қолдан не келуші еді? Артельдің жұмысы, ботаниканың бауын жасаймыз. Шампанның тығынның жонамыз. Сондай ұсақ түйек, бірақ әйтеуір жұртқа керек. Арамтамақ емеспіз. Бір жақсы жері тапқан анымызды ұялмай жейміз. Ұлтай да сонда істеген. Екеуміз қосылған соң қол ұстасып елге бардық. Жәкем қуанып кәдімгідей той жасады, бірақ бізді қайтадан Шуылдаққа жібермей қойды. Сен сыртта жүргенде тыныш ұйықтай алмаймын. Көз алдымда бол. Өлгенше көзім жұмылғанша саған көз болуға тырысайын. Түнде жатсам түрлі түс көріп, сен суы лепілдеген терең әуітке түсіп бара жатыр екен деп айқайлап шошып оянам. Қал осында деді. Құдай қос көрсе немере сүйермін. Жәкем жарықты Ұлтайды туған қызынан артық санады. Ұлтай 5-6 ай өткенде аяғы ауырлады. Бәлекетім көшеге тойып қалыпты. Сөйтсем, Жәкем жарықты қуанып келінін алақанына салып аялап үйдің бар тырын өстеді-ау. Содан бір күн енесін айтасың, барысқан бауырым, түлен түртті ғой бұл адам баласын. Кәдімгі Молдабектің өзін білесің ғой, аузынан ата сақал біткенше сол баяғы қу жындылығын қоймады ғой. Кейінгі кезде көрдің бе өзің? Ұқсамасаң тумағыр ел айтады, өзін құды тарттырған текедей деп. Әйтпесе мен қайдан білейін? Содан бір күн үйдің жанындағы сайдан тірнектеп жүріп, биеге де жоңыш қорап үйге келе жатсам, Ұлтайдың ышқынған даусын естимін. Жіберіңізші енді, не болған сізге дейді. Япыр-ау, шыннан Ұлтай ма деп қалттыра қалғам. Сұп-сұлу боп өзі шотыр, өзі соқыр, соны қайтып сүйесің деді біреу. Бәле, Молдабексің-ау дедім. Әй Молдабек, әй арам деп тұра кеп ұмтылыппын. Екеу екі жаққа қашса керек. Әлгі дауыс естілген жерде орнын ғана сипалап қалыппын. Сөйтіп ем, анандайда Молдабек мені мұқатып былай деді. Хат жаздым қолым алып, ой дәуіт қалам. Ұлтай жан ішіңдегі-ау менің балам. Сүт беріп, қаймақ беріп, ой асырап бер. Болғанда қара табан өзім алам, әкуай. Қара жер теңсегендей болды. Дауыс шыққан жаққа қарай темір таяғымды қадап кеп ұрдым. Тимеді, өйткені Молдабек жынды. Енді арт жағымнан кет. Ішің күйсе тұр жала, сыртың күйсе домала деді. Ол оқыстан басы кегежең еткізді де әлде қайдан тыңдағандай дыбыс шығармай қалды. Бетінде енді туралап қарап едім, самайынан ақшала бастапты. Шешектен қалған дақтары тереңдей түскен. Жаңбыр жауса қар тұрғандай, ақ басқан көздері қалайда сірескен шелді түс тесіп шығардай бір тынбай аунақшиды. Немене дертлей қалдың, танымай отырсың ба деді жұлып алғандай. Мен сасқанымнан, оны қайдан біліп көріп отырсың ба деппін. Деміңнен біліп отырмын. Жа, одан ар не болды? Не болушы еді? Жәкем жарықты мен кішкентай күнімде арыққа шұқырға түсіп кетпесін деп жетектеп жүруші еді ғой. Содан мен әлгі ашумен әйелді қуып жүргеннен кейін Жәкем Мүсілімхан-ау, мен өлмейді дейсің бе? Мен өлгеннен сені кім жетектеп жүреді? Сені сонда жетектеп жүретін адам анау келінмен бірге кетті ғой. Тауып кел, алып кел деді. Бармаймын, керек болса өзі келсін деппін. Жәкем мен ұрады деген үш ұйықтасам ойымда жоқ. Оң жамбасымды ала бірдеңе сарт ете қалды. Жылан шаққандай атып тұрдым. Бармаймын, өлтірсең де бармайын дедім қасарысып. Тағы ұрар деп бұға бердім, бірақ ұрмады. Барысқан бауырым, енді сол Жәкемді мына дүниені алтайнап айқайлатсам да таппаймын. Сондағы мен ұрған таяқ мынау, әкемнің көзі. Шуылдақ жақтан Ұлтайды іздемекпін. Одан табылмаса, күркірудегі төркіне барамын. Мүмкін мүлде басқа жаққа кеткен шығар. Әйтеуір тапқанымша іздей беремін. Күншуаққа жеттік. Мүсілімханмен қоштастым. Аман бол, есендікпен кездесейік, барысқан бауырым деп, шақырайған күнге қарап, таяғын қолтығына қысып тұрып, қолымды сипалады. Енді бір сәт сол алаша таяқпен алтын тық-тық түрткілеп, су кешкен адамша аяғын көтере басып бара жатыр екен. Сол қолын да алға соза берді. Сол қолынан бұрын Жәкесі жетектеп жүретін, соған дағдалып қалғандықтан шығар, құрпос ауаны қармып барады. Әлде сол қолы жоқ деп жүрме деп